Қайырлы күн баршаңызға. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видео рецептімде жылқы етінен стейк. Дәмі өте дәмді, әрі жұмсақ болып пісетін, тапада оп-оңай ғана дайын болатын стейктің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, пікірлеріңізді қалдыра отырыңыздар. Сонымен бірге тіркелмегендеріңіз болса, алдағы уақытта менің жаңадан шығатын видео рецепттерімді жіберіп алмас үшін жанында қоңырау шанында ұмытпай тұрып баса кетіңіздер. Сол уақытта менің жаңадан шығатын рецепттерім сізге хабарлама түрінде барып тұрады. Ендеше видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге дайындаңыздар. Стейкімізді жылқының етінен дайындаймын. Көпшіліктің ойында тек қана стейк сиыр еті менен қой етінен дәмді әрі жұмсақ болып шығады деп ойлайды. Негізінен жылқының етінде әдемілеп маринаттап, ең дәмді стейк дайындауға болады. Менің қолымдағы жылқының еті жас жылқының еті. Барынша жас жылқының етін таңдаймыз. Сол кезде дайындалу уақытысы әжептәуір қысқарады. Дәмді әрі тез дайын болады. Етімізді осындай кеспелерге бөліп алып, жақсылап жуып, бойындағы артық суларының бәрін осындай қағаз майлықпен сорғытып аламыз. Етіміз маринатты бойына жақсы сіңіру үшін өте қатты құрғатпаймыз. Етіміз ылғалды күйде болу керек. Етімізді құрғатып алдық. Енді пышақпенен етіміздің кейбір шандыр, сіңірлі жерлерін пышақпенен сылып алып тастаймыз. Етіміздің ұнамайтын жерін сылып алып тастадық. Енді пышақтың жүзіменен етіміздің ортасына жеткізбей, екі жағын бірдей осылай тілгілеп аламыз. Осылай етсек етімізге маринатымыз әдемі сіңіп, әрі дәмді, әрі жұмсақ болып шығады. Мінекей осылай етіп тілгілеп аламыз. Қалған еттеріміздің барлығын екі жағын бірдей ортасына жеткізбей, осылай пышақпенен тілгілеп аламыз. Етімізді дайындап алдық. Енді етімізді маринатын дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға 1 шай қасық орегано, 1 шай қасық кинза, жарты шай қасық тмин алдым. Тминнің дәмі өткір, жарты шай қасық жеткілікті. 1 шай қасық для шашлика дәмдеуші және 1 шай қасық қара бұрыш алдық. Осының үстіне 2 ас қасық соя тұздығын, 2 ас қасық зәйтүн майын құйып, шанышқыменен араластырып аламыз. Маринад үшін құрғақ дәмдеуіштерден өздеріңізге ұнайтын дәмдеуіштерді пайдалана беріңіздер. Маринадымызды етіміздің үстіне құйып, осылай қолымызбенен екі жағына бірдей етіп жағып шығамыз. Жағып алғаннан кейін бетін пищевой пленкамен жауып 10 минутке қойып қоямыз. Етіміз жас малдың еті, сондықтан да 10 минут маринад үшін жеткілікті. Маринадтағы етіміз дайын болды. Енді табамызды отқа қойып, зәйтүн майымызды құямыз, сары майымызды саламыз. 3 жапырақтап тұрылған сарымсағымызды салып, сарымсағымыздың түсі сарғайғанға шейін осылай араластырып қуырып аламыз. Үстіне енді суымызды құямыз. Дайын тұрған етімізді осылай дізіп салып, астындағы отының басын қырап, қақпағын жауып қоямыз.
Етіміздің қайнағанына 5 минут өтті. Енді қақпағын ашып, етімізді аударамыз. Әрбір 5 минут сайын осылай етімізді аударып тұрамыз. Аударуды 5 рет қайталаймыз. Етімізді 3-ші рет аударып жатырмын. Егер де үлкен малдың етін алатын болсаңыздар, аударуды 6-7 рет қайталайсыздар. Етімізді 5-ші рет аударып жатырмын. Суы тартылып, тек қана майы ғана қалған. Етіміз қып-қызыл болып пісті. Видеоның басында мен етімді тұздаған жоқпын. Өйткені соя тұздығында тұз бар, сондықтан да тұз салған жоқпын. Енді осы 5-ші рет аударған кезде стейкіміздің үстіне кішкене ғана тұз себезгілеймін. Көп салмаймыз. Қақпағын жауып, астындағы отын басып, 10 минутқа буға қойып қоямыз. Жылқы етінен дайындалған стейкіміз дайын болды. Сырты қып-қызыл, іші толық піскен, әрі жұмсақ, әрі дәмді болып шыққан. Дәмі шашлықтың дәміне қатты ұқсайды. Ресторанда берілетін стейктерден дәмі ешқандай кемдігі жоқ. Дәл осы рецептпен сіздер де дайындаңыздар. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Өте жұмсақ болып шыққан, әрі дәмді. Керек заттың тізімін жазба бөлімінде қалдырып кететін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, мені қолдап кеткендерің үшін алдын ала алғыс айтамын. Сонымен бірге тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Лайктарыңызды баса кетіңіздер. Менің келесі видеомда кездескенге шейін аман саулықта болайық.